Бәріңе сәлем, қалайсыңдар? Бүгін бізде Дубайдағы екінші күніміз. Және де қазір біз завтрак ішуге бара жатырмыз. Осылай киініп алдым. Бүгінге план бізде пляжға барамыз. Сосын сол жерде загорать етіп, сөйтіп жүре тұрамыз. Алдыңғы влогты көрген болсаңыздар, мен Дубайға мамамен келген болатынмын. Поэтому көрдіңіздер. Ал қазір вообще Дубайдағы біздің неміз, отдыхымыз более расслабленно өтуді қалап жатырмын. То есть бүкіл қаланы аралау мақсатында емес, просто демалу, миым демалсын деп, и мама да көрсін, мұхитты көрсін деп бүгін, кстати, пляжға барамыз. Күнде 3-4-5 жерге барып, барлығына үлгеріп қалу деген мақсат емес та. Алдында Турцияда барғаны сөйткенбіз. Астанаға полный багымды, яғни күшімді толтырып алып, жұмысқа оралуым керек. Маманың образын бірден 10-ға дейін бағалаңдар. Красотка. Всегда мечтала снять такое видео, где я набираю завтрак. Мынандай ыстық тамақтар бар екен. Панкейки бар екен. Хлопья бар екен. И йогурттар. Хочу себе йогурт. Маманың толтырбаған қараңдар. Сыр, колбаса, бүкілін алып кетті. Мен ұялдым енді барын алуға. Мам, қалай? Ұнады ма? Күшті ме екен? Короче, біз мына автобуспен Джибияр пляжына келдік. Ауа райы енді өте ыстық. Кеше біз обедте ұйықтап жатқан едік. Бүгін обедте шығып далаға ыстықтап тұрмыз сәл. Бірақ андай приятный да, ыстықта. Енді осы ыстық үшін келдік қой. Біз пляжға келдік. Әдем бұттыр бәрі. Шомылуға келіп. Адам өте көп. Купальник алмаған ғой, енді жүзе алмаймын. Суға түсе алмай жатырмын. Завидую всем, кто с купальниками. Мұндан осындай ракушкалар жинап алдық. Әдемі ракушкалар. Ең үлкен колесоның алдында отырмыз. Ой, ала. Әдем болып тұр суда. Ауа райы да күшті болып тұр. Көйлекпен суатырмын. Мен мұнда кітап алып келгем. Бүгін осы поездкада осы атомной привычки деген кітапты бітірем деп ниет еттім енді. Примерно бір 30-40 бет қалды ғой. И тағы да басқа бір кітап оқып жатырмын. Сол бір кітапты бітірсем, осы поездкада сөйтіп мамырда басқа кітап бастаймын. Өзім шляпа алып келмегем. Енді маманың шляпасын алып киіп алып отырмын. Ауа райы өте ыстық болып тұр. Күшті, мен уже кішкене загар алған сияқтымын. Кішкене болсын андай. Күшті загар алдым ше. Жақсы болды, камерамызды алып алғанымыз. Камерамен күшті фотолар шығып жатыр мына фонда. Көру үшін инстаграмға өтсеңіздер болады. Жаймен деп маманы суретке түсіруге үйретіп жатырмын, өйткені маған солай менің жанымда тек суретке түсіре алатын адамдар жүру керек. Мен жанымда жүретін адамдар жақсы суретке түсіру керек. Hello. I will be ice latte with caramel syrup. Ice latte with caramel syrup. Medium size? Medium. Your name? Arushan. Huh? Arushan. Arusha. Yes. Arusha 26. Aha. Starbucks'tan өзімше ice latte алайын дегем ғой. Сосын Аружан десем, Аруша деп жазып қойыпты. Мама, неге мұздай кофе алдың деп ұрсып жатыр. Мам, если осы жерде бір бай шейх алып кетсе не істейсің? Жоқ, бермеймін. Шейхтің керегі. Сен ана 4-5 бай. Бірінші ғана десе не істейсің? Ой, айта береді. Ол бай, бірақ басқа ұлт. Бірақ ол Қазақстан дұрыс. мұсылман деңізші. Қанша жаста тұрмысқа шыққан бойыз? 20. 20? 20-дан төмен емес. 20-да? То есть 21-де болмайды, Жоқ, болмайды. ойбай. Потолок 19-да ше. 19-ның аяғы
Мында 20 жасқа дейін миллиардер болбайын. Сосын маған триллионер келеді. Сіздікі дұрыс қой. Барлығына солай таңдайды. Күйеу баланы. Ақшасына қарап. Слишком ол байлық болмайды арзан. Слишком дегенде бірге көтерілсек күшті, иә? Байдың баласы болмау керек қой. Өзі көтерілген болса болады. Самый 3 качество күйеу балада болу керек. Сол кезде мен оны келісімді берем деген. Иманды, жаңағы еңбекқор. Сосын однолюб. Сол үшеу болса болды. Жүр етексеру өтеп көшесіңде бұл қаланың бір кезде тоқтадың да күлімсіреп бір қарадың құшақтап алып едім үндемей қалып едім мен үшін жарқыраған жұлдыздардан жарық едің сен жайлы Бүгін бізде Дубайдағы 3-ші күніміз. Және бүгінге план базарға бару, үйге үйдегі таныстарыма, достарыма хәдия сыйлар аламыз. Және де кешке Дубай Маринаға барамыз. Өте біраз нәрсеге үлгеріп жатырмыз. Бүгін мен осылай киініп алдым. Мына бір топты Астанадан шоурумнан көріп сразу ашып болған болатынмын. И астынан подругамнан қара юбка сұрап алғам. Еще үшін деген шығып кеткен. Мұнда мамалар фрукты алып жатыр. Мұнда арбуз, дынялар кәдімгідей күшті. Еще мұнда қолдан сок жасауға болады сразу. Мен өзіме осындай йогурт пен хлопья алып алдым. Жұмыртқа, біреуін өзімізбен алып аламыз. Фрукты. И мұнда бізде кішкене пирог пен вафли. Ал біз таңғы ас ішіп шықтық. Мама қалай ұнады ма? Күшті, керемет. Керемет. Айтып жеткізе алмаймын. Мен мына бір сумкамды алып алдым. Осылай киініп, очкиімді киіп, қазір базарға баратын боламыз. Қазір сағат 10:30. Дубай молда. Мам, что-то қымбат. Дубай молда, потому что арендасы бар, басқасы бар. Мама еще базар аралаған жақсы көреді. Таксиіміз келді. Таксилердің бағасы біздікінен 3-4 есе қымбат. Мынау деймін Lexus. Бұл жерде еще эконом, комфорт деген нәрселер жоқ. Барлығы бизнестен басталады. Ең арзан бизнестен басталады. Бізде экономдар 1500 тұрады ғой енді. Бұл жерде бизнестен сол Lexus, Bentley, Lamborghini, Tesla дегендер көп. Өте көп машиналар өте. Вот, базар еще бізден алыс. По пути осы Бурдж-Халифаның жанынан өтіп жатырмыз. Дала күшті болып тұр. Мынау бізде метро. Метромен кәдімгідей тез жетіп алуға да болады. Біз қазір музей будущегоның жанынан өтіп жатырмыз. Бұның ішіне сол күйі кірген жоқпыз. Біз таксиден түсіп қалдық. Такси бізді еще до конца жеткізген жоқ. Еще и 20 мың теңгеде алып отыр, прикиньте. Мамаға осындай көйлектер ұнап қалды. Осындай бір әдемі көйлек іздеп жатыр. Осындай сарилер де бар екен. Сари емес қой бұлар. Индийский көйлектерге қатты қызғам. Қараңыздаршы қандай әдемі. Осындай көйлектердің түр расцветкалары бар. Там болмай түсті, алайшы осыны. Бағасы. Не көрсетіп атсыз? Не көрсетіп атсыз? Елу дейді. Қазақстанға алып кетеміз да біз даже. Потом Мама деген күшті саудаласып қояды ғой. 1 сағат, жарты сағат тұрды да бір киімді не істеп. Соңында түсірмей қойды да 40 дирхамға. Айтам, 40 дирхамға түсірмей қойды да. Сосын мама бұлай көрсетіп жатыр ғой. Мама бұлай көрсетіп жатыр. Түсірмесек өлем деген сияқты. Ау? Я? Бүйтіп жатыр. Дейді ғой сызданылар күліп. Жарайды деді 1 сағат тұр. Аналарды жымиып, күліп тұр ғой, андай. Кетші бар демейді ғой. Күтіп тұр. Балдар да жанда күліп, жоқ, апай деген сияқты.
Короче, мамаға көйлек істеп жатырмыз. Маманың таңдауы қиын болып жатыр. Turist надо подарить. Yeah, I know, I agreed, but this The one same it did. won't come. Huh? I The will, same. I will give 16? 110 Сәл тұрып discount, Жұзонға беремді. but this dress it won't come. мынаның светі де матасы анаңнан жақсы келеді. Ел размер жақсы, маған келеді. Then to try it, then she feel it. Киіп көріңізші дейді. Try it, feel it, how the Киіп cloth. көріңіз қалай тұратынын денеді. Түсірдің жаңа. For you, for you. Final дейді, соңғы баға дейді. Қанша? 100 дирхамға беремін дейді. Ой, жоқ қой мұндай мынау. Ah, it's okay, no problem. See here, 120 I told, right? Жоқ міне. Minus 20 I did, 100. 12 жарым. 20-ға түсірдім дейді. You won't get this dress in 100 or market. 100 дирхамға бұндай көйлек ала алмайсыз дейді. Yeah. Берген. Respect. Сколько? Alhamdulillah. Шүкір Alhamdulillah. дейді, шүкір дейді. Ты же братишка. Айтшы братишка. Кешеде? Вот салдыдан жапсыз ғой. У тебя сколько будет денег? Много будет. Ой. Берсейші. Туристім. I won't get this one. I won't get. Really. Wallah. I won't Әдел get. жылан. Жылайым. Your mom is too, huh? Yeah. But the thing is, I won't get. My boss will. Мен вас Ей, өлтірмейді. Скажешь, турист. Tourist. Yeah. Кеттім мен онда. Кеттім. Жылап кеттім. Тағанағдан берді. Модасы жақсы түсті. А если, мысалы, 100 болса, теңгемен қанша болады, атсын? 15 мыңдай ғой енді. Мынаның несі бар ғой, иә? Мұндай бар ғой, иә? Как будто Индияда жүрген сияқтымын, Дубайда емес. Үндістер өте көп. Именно базарда основном үндістер ғой. Ана жерде күшті көйлек көріп тұрмын. Қазір осындай сари көйлек киіп көрдім. Прям әдемі, маған ұнайды. Маған индийский киімдер ұнайды. Біреуін алып алғым келіп тұр. Біз осындай индийский заведениеге келдік. Мен осындай всегда сериалдарда көретін тағамды заказ бердім. Нан мен осындай бір деңгейлер. Короче, қазір көретін боламыз. Мама енді осындай күшті тамақ берді. Дәмі күшті сияқты. Осындай қарапайым базардағы жерге отыра салдық. Іші таза, әдемі. Тәтті. Тамақ ішіп жатырмыз. Үндістер ет жемейді екен, вегетарианский екен мұндай барлық тамақтар. Ну, оннан бір 6 ма 5 ба қоям. Андай слишком ащы екен, андай бәрібір дәмі жоқ. Дубайда тек қана андай әдемі жерлерді ғана көрсетеді ғой. Бірақ осындай қарапайым райондарда өте көп. Короче, метроға түсіп жатырмыз. Таксиге алданып, енді қазір таксимен жүруге не охота. Үйтіп дегенде біз метроға міндік. Оказывается, осындай Gold Class деген метроның бөлімі бар екен. Әртүрлі карточкалар бар да, короче. Ең қымбат деген карточканы алсаң, осындай жерге отырасың. Мұнда еще шынымен адамдар андай ұрыспайды, конфликттен вообще өте алыс. Даже мысалы Excuse me деп всегда кешірім сұрап жүреді. Енді шоппингтен келдік. Отеліміз осылай әдемі қылдырып жинап қойыпты. Осындай біраз заттар алдық. Мама осындай көйлек алып алды. Мамаға ұнап қалды лосинасымен, прям орамалмен. Осындай сари алдым. Негізінде сари киіп көруді и вообще сондай бір үнді биін билеуді мен жақсы көремін. Индийский киімдерді жақсы көремін. Вот поэтому менің арманым вообще сондай индийский би билеп бір может выступать ету сияқты, короче, сондай бірдеңе. Примерно 20 мыңдай шықты ғой. Мен бір ханымға сумка алдым. Miu-Miu'дан, енді оригинал емес, но люкс копиядан, бірақ, короче, сондай күшті. Вот, прям андай милая әдемі.
качествосы күшті. Біз үйде жатпаймыз. Біз деген Даканды аралайық деп түнгі демалысқа шықтық қыдырып. Дубай Маринаға келдік. Біздің отеліміз бұл жерден қатты алыс емес. Тез-ақ келіп қалдық. Сөйтіп бүгін бізде Дубайдағы соңғы күніміз, кешіміз, точнее. Қазақстандық шафран деген кофейняға осы жерде қазір тамақтанатын боламыз. Дубай Маринаның жанында. Прям өзіміздің не дейді, родинамызға келгендей. Земляктың несіне ресторанына. Я Алматы деп еще бұл жерде прям қазақ қонақтар, қазақтар отырып өзіміздің саламатсыз ба деген сөзді сағынып қалған сол қазақтар жасасын. Өзіміздің осындай әдемі тамақтарымыз сағындым ше. Бұл жерде басқаша береді, короче. Өзіміздің пастамызға не жетсін, а? Қазір түрем маман статусына салып қояды фотосын. Сонымен біз заттарымызды алып шығып жатырмыз. Қазір сағат 12:00-ге дейін шығу керек, заттарды шығарып. По плану сосын сағат 3-те бізді сафари турға алып кетеді трансфер. Ол уақытқа дейін, қазір сағат 11, 3-4 сағат біз заттар қараймыз, үйдегілерге заттар қараймыз. Мынау біздің отеліміз, Рамада деген, осы жерге қонған болатынбыз. Сондай әдемі, мынау барлық отельдер, сондай күшті район. Короче, бізде отель 4 күнге 100-150 сондай болды. Енді қазір Абу-Дабиден соңғы бір күн тағы бір отельде қонып, ертең ұшамыз бұйырса. Күшті демалыс болды. Осындай автобуспен қазір бір торговый центрге жетіп аламыз. Автобустары арнайы карточка алып аласың. Сол карточканы алып, ішіне ақша салып, төлей бересің, метромен де жүре бересің. И андай ол карточканы сатып алуға, короче, любой жерде банкоматтар, терминалдар бар. Немесе түсіндіретін адамдар бар. Негізі адамдардан сұрасаң, всегда көмектеседі. То есть туристерге барлық оңайлатып қойған, жеңілдетіп қойған да. Сосын еще кірген кезде басасың карточканы, түскенде обязательно басуың керек. Короче, біз қазір Day to Day деген магазинге келдік. Біздің Қазақстандағы фикс прайс сияқты бағалар бұл жерде өте төмен. Төмен дегенде біздікімен бірдей да, бірақ Дубай үшін төмен бағалар болып саналады. Осы жерден қазір үйге базарлықтар, кәдесыйлар алып алмақшымын. Мен уже біраз зат алып алдым өзіме. В основном бижутерия алдым. Шынымен де мұнда біраз нәрселер бар. Өте күшті бағаға. Біз қазір сафариге келдік. Осы жерде кешке дейін, түнге дейін осында боламыз. 2 адамға 3000 теңге болды. Мынау шарым басындай. Верблюдқа отырып, шөл далада жүрміз. 10 минуттан аз кетеді ғой. 5 минут. Вам нравится тут? Понравилось? Да. Один раз можно жить? Да. Қазақша музыка қосып қойған ғой. Қандай болып жатыр? Осындай тамақтар салып алдық өзімізге. Прям әртүрлі тамақтар бар екен. Өзің салып жейсің, сама обслуживание. Енді бірақ күшті енді тамақтарын да көретін боламыз. Біз Абу-Дабиге келдік. Абу-Дабиде бүгін ертеңге дейін бір түн қонып, ертең бізде 2-де ұшақ. Бүгін біз күні бойы сафариде болдық, сосын сафариден түнде бірақ келіп,
отеліміз жаңағы Дубайдан Абу-Дабиге келеміз дегенше түн болып шаршап қалдық. Еще сафариден кейін енді шомылып адам болдық, әйтпесем құм терлеп быт болып дым түсіре алмай, телефонымның камерасы терлеп кеткен ғой даже. Бүгін еще біз түсте Day to Day деген бір күшті біздің Қазақстандағы фикс прайс сияқты магазинге барған болатынбыз. Сол жерден үйге базарлықтар алдық. Сол барлықтарына көрсек, угадайте, мына алған примерно барлық заттардың бағасы общий қанша шықты? Почти 25-30 мыңдай шықты. Примерно сондай баға. Примерно бұл жерде 20 шақты затқа, 15 шақты дейікші. Осындай сумка, бұл кәдімгідей сапасы өте жақсы. Кейін мен өзіме осындай кроссовки алдым. Күнде фитнеске, жүгіруге мен кроссовки алғым келіп жүрген. И просто обычный ала салдым. Футбольная двойка Мейіржанға. Осындай кішкентай ғана кроссовки. Біздің бір туыс, менің кішкентай бір туыс бөлеме. Мынау бізде Мейіржанға кроссовки и папаға кроссовки. И угадайте, папаның аяғының размері Мейіржандікінен кішкентай. Дальше осындай екі орамал. Осындай детский ободок, заколкалар тоже бір туыс бөлеме. Сағат мужской тоже Мейіржанға. И очень много украшений. Командамызға ең алғашқы мүше болып келген қыз, еще жақында туған күні болған. И оған айтатын алғысым шынымен де өте шексіз. Сол себепті бір нормальный бірдеңе алайын дедім. Туған күніне де орай как раз. И осындай бір брендовый достар, если что, брендовый Armani, Giorgio, Armani дегеннен помада и румян алдым. Еще достар, бүгін біз сафариге бардық қой. Осындай суреттер шығыпты. Осы суреттерді біз 15 дирхамға алдық. Үшеуін негізінде басында біреуі 40 дирхам деп келіп тұрды да осынша. Сосын біз жоқ, ақшамыз жоқ деп әйтеуір өтірік. Енді білеміз ғой, бізге әйтеуір туристерге жоғары бағаны айта береді. И біз айттық, типа түсір деп сосын түсірмеді, кетіп қалды, бізде керек емес деп жүрдік та. Сосын примерно енді кетіп баратқан кезде артымыздан қуып жарайды деп бере салды да, короче, арзан бағаға ше, 10 есе арзан бағаға. То есть біреуін 40 дирхам деп тұрған, үшеуін 15-ке алған соң ғой. То есть поэтому саудаласу керек, поэтому оңай бағаға келсе салмау керек. Короче, біз қазір осылай әдем болып киініп алып, Шейх Заидта, короче, сол мешітке бара жатырмыз, Абу-Дабидегі ең үлкен. Вот осылай киініп алдым. Басыма оранатын, орамалымды алып алдым. Гостиницадан шықтық. Бұл жолы гостиницамыз, короче, осындай әдемі. Бұл мешітте біз түске дейін осы мешітте болып, еще идея мешіттің жанынан, мешіт прям жанында емес, бірақ жақын жерден отель алған болатынбыз. Вот, жақын болады енді. Барып келіп, сосын екіде бізде вылет. Вот. Наша цель. Мешіттің астында осындай торговый центр сияқты бар. Starbucks, кофейнялар. Студент лифтпен түстік та, асты арқылы, короче, мешітке барамыз. Макдональдс дейді. Осындай абайкалар бар екен. Жоқ, мынау обычный абайка, бұлар 45 тұрады. Ал мыналар уже қымбатырақ тұрады. Осылай орамалымызды тағып алдық. Я регистрациядан өттік, мешітке кіру үшін. Короче, регистрациядан өтесің. Өзің туралы толық ақпаратты беріп, я тегін, кіру тегін, конечно же. Мешітке кіретін кезде кәдімгідей паспортный контроль емес, регистрациядан кейін прям контролировать етеді. Короче, біз мешітке келдік. Өте әдемі, үлкен, охраналар өте көп. Өмірде өте әдемі. Әсіресе кәрістер өте көп екен. Біз уже қайтып жатырмыз, ал ана жерде уже очередь басталып жатыр. Хотя қазір сағат таңғы 11 енді болады. Адам уже түске қарай көп келеді, кешке қарай тем более көп келеді. Поэтому 9-да ашылады ғой, 9-да ашыла салып келу керек та. Вот, аэропортқа, еще аэропортқа да қатты алыс емес біздің отель. И мешітке де жап-жақын. Осылай пакет болып шығып жатырмыз енді. Сіздерге бір прикол айтайын ба? Короче,
негізінде отельде швейцарлар болады, которые чемодандарды ары бері таскать етуге көмектеседі, номерге апарып береді, немесе таксиге мінгізіп береді, ашып береді есікті. Біз деген кеше алдыңғы отельде